Қайырлы күн достар, сіздерге бүгін мен өзімнің басымнан өткен жағдаймен бөліскелі отырмын. Бізде алғашқы УЗИ-мізді, яғни 11 мен 13 апталығындағы УЗИ-да ТВП жоғары шықты, яғни 3,6 болды бізде. Негізі ол нормада 1,6, 1,7 мм болу керек. Уже 3-тен жоғары болатын болса, ол даунға күдік береді. ТВП деген желкесінің қалыңдығы. Осы кезде барлық аналарды неге жібереді? Генетикалық анализ тапсыратын жерге. Ол жерде қағанақ суын немесе плацентадан немесе кіндіктен анализ алу мүмкін. Бірақ қазіргі кезде плацента мен кіндіктен алынбайды екен. Себебі ол баланың өміріне қауіпті, жүрек тоқтап қалуы мүмкін. Қазір көбінесе қағанақ суы алынады. Яғни ол анализден қорықпасаңыздар болады. Мен өзім анализ тапсыруға барған кезде көп аналар отказ жазып беріп жатқанын көрдім. Ол анализді осылай алады. УЗИ-дан бір жағынан қарап отырып, балаға тиіп кетпейтіндей жерден оны алдын ала сізді дайындайды, балаға тиіп кетпеу үшін. Инемен алады. Одан қорықпасаңыздар болады. Егер мынау менің анализімнің қорытындылары. Егер сіздерге қызық сұрақтар болса, түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, комментарияға жазсаңыздар болады. Мен сіздерге барлығын түсіндіретін боламын. Менің анализдарымның результатын барлығы жақсы шықты, Құдайға шүкір. Неліктен аналар сіздерге бұл анализді міндетті түрде жіберсе тапсырыңыздар деп жатырмын. Өйткені сіздер ауру бала туасыздар ма, не сау бала туатындарыңызды 100% сенімді боласыздар. Ауру бала болатын болса, өздеріңізді дайындайсыздар.